Құрметті ұстаздар, студенттер, қонақтар. Мен Жақия Шайжүнісовпін. Өмір жолымды бала тәрбиесіне, жетім балалардың болашағына арнадым. Мен үшін әр бала елдің ертеңі, ұлттың үміті болды. Сондықтан да 43 жыл бойы көкпекті балалар үйінде аянбай еңбек еттім. Өмірімде мыңдаған баламен тағдырлас болдым. 5687 жетім баланың жүрегіне үміт сыйлап, оларды білімге, еңбекке, адамгершілікке тәрбиелеуге күш салдым. Мен балаларға тек сабақ үйретуді емес, өмір сүруді, елін сүюді, адал болуды үйреткім келді. Бұл білім ордасының әр қабырғасында ізденіс пен үміттің үні бар. Сол үн ешқашан бәсеңдемесін. Білім ұлттың болашағы. Осы қасиетті шаңырақта шәкірттерімнің жарқын келешекке қадам басып келе жатқанын көру мен үшін үлкен мақтаныш. Бүгінде менің атыммен аталған тұңғыш ашылған атаулы кабинетінің зерттеу орталығының жұмыс жасап жатқаны мен үшін үлкен мәртебе. Бұл менің ғана емес, бала тәрбиесіне үлес қосқан барша ұстаздардың еңбегіне көрсетілген құрмет. Менің ұстанымым әрдайым қарапайым болды. Еңбек еткен адам ғана биікке жетеді. Сондықтан балалар үйінде еңбек тәрбиесінің 3 бағытын қалыптастырдым. Өзін-өзі қамту еңбегі, оқу еңбегі және қоғамдық пайдалы еңбек. Еңбек арқылы бала жауапкершілікті, тәртіпті, төзімділікті үйренеді деп сендім. Қымбатты жастар, сіздерге айтар аманатым, қандай жағдайда болсаңыздар да, адамдық қасиеттеріңізді жоғалтпаңыздар. Білімге ұмтылыңыздар, еңбекқор болыңыздар, елге қызмет етуден жалықпаңыздар. Өйткені елдің болашағы сіздердің қолдарыңызда. Менің өмір жолым сіздерге кішкентай болса да үлгі болса, еңбегімнің ақталғаны деп білемін. Рахмет.